Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездер болады. Ол кезде емхана немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Бауыр неге шлакқа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогенді компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтануда әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және де тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық ауруларда бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салтыда бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Егер теріде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және де кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және де ысытылған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнына көкөністермен, жемістермен, қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар: көкөніс, кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қояншөп пен қызанақ, көктерге аскөк, асжапырақ, күнзе, ақжелкен, цитрусты жемістерге грейпфрут, апельсин, лимон, жеміс-жидектерге алма, банан, құлпынай, інжір, жармаларға кебек пен сұлыны, өсімдік майына күнбағыс, зығыр, зәйтүн және де жүгері майын, сүт өнімдеріне ірімшік, йогурт, қаймақ, көкөніс шырындарынан сәбіз, қызылша, қиярда бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. 1-2 апта бойы күніне 2-3 рет жарты стакан ішсеңіз, бауыр тазарады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну ұсынылады. Дәстүрлі медицинадан көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Шөптер жинағы: шайқурай, жалбыз, алатікен, салаубас, бөрі қарақат, қайың жапырағы, итмұрын. Аталған шөп тұнбалары өтті айдап бауырды тазалауға қабілетті. Су емі. Ванна мен саунада денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік. Отырықшы өмір салты өттің тоқырауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және де дене шынықтырумен айналысу маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз. Күнделікті режим мен таңғылықты ұйқы. Тамақтану және де физикалық белсенділіктен басқа, жақсы ұйқыда бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз, 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді, қандағы майларды кетіреді және улы заттарды шығарады. Ерекше белсенділік түнгі сағат 1-ден 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезінде Е және де С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасымен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындауы керек. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайсыз. Кімге бауырды тазалауға болмайды? Холецистит, панкреатит және гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса жүкті және де емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Дәрігерлер қызба және де жүйке аурулары, қант диабеті, жұқпалы және де вирустық аурулары бар адамдарға да бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Ендеше ауруды асқындырып алудан сақ болыңыз. Ақпарат ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.